Еңбекақы немесе жалақы қалай және қашан берілу керек? Жұмыс беруші жалақыны кешіктіріп немесе бермеген жағдайда не істеуге болады? Қайда бару керек деген сұрақтарға бүгін бұл видеода мен сіздерге жауап беруге тырысамын. Егер де қызық болса, онда видеоны әрі қарай көреміз. Сәлем достар, заңгер Айгерім Ермекбайдың каналына қош келдіңіздер. Жалақы дегеніміз жұмыскердің біліктілігіне, орындалатын жұмыстың күрделілігіне, сапасына, санына және де жағдайларына қарай еңбек үшін төленетін сыйақы. Сондай-ақ өтемақы және ынталандыру сипатындағы төлемдер, яғни премия. Қазақстан Республикасының заңдарында еңбек үшін қандайды бір кемсітусіз және заңда белгіленген төмен емес ақы төлеу қағидасы белгіленген. Қазақстан Республикасы Конституциясы және де Қазақстан Республикасының еңбек заңдары бірдей еңбек үшін, яғни бірдей ұзақтығы, күрделілігі, сондай-ақ жыныс, нәсіл, жас, ұлт және тағы басқа белгілері үшін еш кемсітусіз ақы төлеуді кепілдейді. Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасының қағидаттары қандай? Соған тоқтала кетейік. Біріншіден, адам және азаматтың еңбек саласындағы құқықтарының шектелуіне жол бермеу. Екіншіден, еңбек бостандығы. Үшіншіден, еңбек саласындағы кемсітушілікке, мәжбүрлі еңбекке және де балалар еңбегінің ең нашар түрлеріне тыйым салынуы. Төртіншіден, қауіпсіздік және гигиена талаптарына сай келетін еңбек жағдайларына құқықты қамтамасыз ету. Осы төртінші тармақ қазіргі пандемия жағдайында өте қатаң орындалуы тиіс. Бесінші, жұмыскердің өмірі мен денсаулығының басымдығы. Алтыншы, ол еңбек үшін жалақының ең төмен мөлшерінен кем емес сыйақы құқығын қамтамасыз ету. Жетінші, ол тынығу құқығын қамтамасыз ету. Сегізінші, жұмыскердің құқықтары мен мүмкіндіктерінің теңдігі. Тоғызыншы, жұмыскерлер мен жұмыс берушілердің өз құқықтары мен мүдделерін қорғау үшін бірігу құқығын қамтамасыз ету. Оныншы, ол әлеуметтік әріптестікті нығайтуда және дамытуда мемлекеттің ықпалы. 11-ші, ол еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау мәселелерін мемлекеттік реттеу болып табылады. Сондай-ақ бұл жерде айта кететін жұмыс берушінің де өзінің құқықтары бар. Олар қандай құқықтар? Соған тоқтала кетейік. Біріншіден, ол жұмысқа қабылдау кезінде таңдау еркіндігі. Екіншіден, жұмыскерлер мен еңбек шарттарын осы кодексте белгіленген тәртіппен және негіздер бойынша өзгертуге, толықтыруға, тоқтатуға және бұзуға. Үшінші, өз өкілеттігі шегінде жұмыс берушінің актілерін шығаруға. Төртінші, өз құқықтары мен мүдделеріне өкілдік ету және оларды қорғау мақсатында бірлестіктер, қауымдастықтар, одақтар құруға және оларға кіруге. Бесіншіден, жұмыскерден еңбек, сондай-ақ ұжымдық шарттар талабын, еңбек тәртіптемесі қағидаларының және жұмыс берушінің басқа да актілерінің орындалуын талап етуге. Алтыншы, осы кодексте көзделген жағдайларда және тәртіппен жұмыскерлерді көтермелеуге, оларға тәртіптік жазалар қолдануға, сондай-ақ жұмыскерлерді материалдық жауаптылыққа тартуға. Сегізінші, еңбек саласындағы өзінің құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау мақсатында сотқа жүгінуге. Тоғызыншы, жұмыскерге сынақ мерзімін белгілеуге. Оныншы, осы кодекске сәйкес қызметкерлерді кәсіптік даярлауды, қайта даярлауды және олардың біліктілігін арттыруды қамтамасыз ету. 11-ші, осы кодекске сәйкес жұмыскерді оқытуға байланысты өз шығындарын өтетуге. 12-ші, жеке еңбек дауын қарау үшін осы кодексте көзделген тәртіппен реттілігімен келісу комиссиясына, сондай-ақ сотқа жүгінуге. 13-ші, еңбек шарттарын есепке алудың бірыңғай жүйесімен үміткерлердің олардың алдын ала келісімімен және жұмыскерлердің еңбек қызмет туралы мәліметтерді алуға құқықтары бар екен.
Жұмыс берушінің еңбек кодексінің 23 бабының 5 тармағының 2 тармақшасына сәйкес, жұмыс беруші жұмыскерге Қазақстан Республикасының нормативті құқықтық актілерінде, еңбек ұжымдық шарттарда, жұмыс берушілердің актілерінде көзделген жалақы мен өзге де төлемдерді уақытылы және де толық мөлшерде төлеуге міндетті. Ал егер жалақы уақытында берілмесе не істейміз? Қайда барамыз? Осы 2020 жылға дейін мұндай еңбек даулары бойынша бұл жалақы уақытында берілмеген жағдайда кез келген азамат сотқа жүгінуге міндетті болатын. Яғни ол жерде мемлекеттік баж төленбейді, алайда сот процесінің болуын сіз 2 немесе 3 ай күтетін едіңіз. Ал бірақ 2020 жылы заңдарға өзгерістер мен толықтырулар енгізілуіне байланысты енді бұл жағдай жеңілдетілді. Қалай дейсіздер ғой? Ол өзгерістерге сәйкес, енді сіз жалақыны уақытына алмаған жағдайда, онда сіз тек қана өзіңіздің елді мекендегі орналасқан еңбек инспекциясына шағым жаза аласыз. Ол жерде еңбек инспекциясы сізге 15 жұмыс күн ішінде сіздің шағымыңызға жауап беруге тиісті. 15 жұмыс күн ішінде еңбек инспекциясы сіздің жұмыс берушіңізбен келісімдер жүргізеді. Сізге нақты жалақының қашан беретінін айтады. Егер де жұмыс беруші жаңағы еңбек инспекциясына өзінің берген уәдесін орындамаған жағдайда, мұндай жағдайда еңбек инспекциясы сіздің жұмыс берушіңізге әкімшілік айыппұл жазып беруі мүмкін. Бұл жерде айта кететін өте маңызды ақпарат. Сіз бен жұмыс берушінің арасында еңбек шарты жасалмаса, бұл жағдайға ешқандай да әсер ете алмайды. Достар, осымен бүгін сіздерге жалақы жайында біраз ақпаратпен бөлістім. Пайдалы болды деп ойлаймын. Егер де видео ұнаған болса, лайк басыңыздар. Сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде төменде комментарийге жаза кетіңіздер. Видеоны басқалармен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сондай-ақ каналға міндетті түрде жазылыңыздар. Назар аударып тыңдағандарыңыз үшін үлкен рахмет. Амандықта жолығайық. Сау саламат болыңыз.